Бақ қызметкерлеріне президент атынан пәтер тарту етілді. Дара президенттік бастамалар қоры 60-тан астам адамға баспана сертификатын табыстады. Биыл тек журналистер емес, режиссерлер, операторлар, дубляж редакторлары, дыбыс режиссерлері, грим жасаушылар және сапалы контентті қамтамасыз ететін өзге де мамандар баспаналы болды. Бұл жолы әлеуметтік жағынан осал топтарға ерекше көңіл бөлінген. Соңғы 3 жылда Астанада 200-ге жоқ медиа саласы өкілі жаңа пәтерге ие болды. Биыл алғаш рет пәтер сертификаты біздің 7-ші арнада қызмет ететін жас отбасыға бұйырды. Мөлдір мен Дамир 2 баланы тәрбиелеп отыр. 6 жыл пәтер жалдап тұрған әріптестеріміздің енді өз баспанасы бар. Бар қазаққа бас қайғы болған баспана мәселесі біздің отбасымыз ішінде аса өзектеді. Астанаға көшіп келгелі талай жылдан бері осы екі құлынымызды құшағымызға қысып алып, пәтерден пәтерге көшіп жүрдік. Сол күндердің артта қалғанына қатты қуаныштымыз. Ең әуелі Алла, содан кейін сүйікті 7-ші арнама үйлік һәм күйлі еткен 7-ші арна басшылығында үлкен алғысымызды білдіреміз. 7-ші арна жасасын.